Құрметті әріптестер. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы Оралхан Бөкей шығармалары арқылы айтылым дағдысын дамыту. Жалпы бағдарламаның мақсаты көркем шығармаларды оқыту, талдау арқылы оқушылардың айтылым дағдысын дамыту, шешен сөйлеуге, ой тұжырымын еркін жеткізуді дағдыландыру. Оралхан Бөкей шығармалары арқылы айтылым дағдысын дамыту курсын оқыта отырып, қаламгер шығармаларының тақырыбы мен мазмұнымен таныстыра отырып, әдеби теориялық ұғымдарды ажырата білуде, оқығанын айта білуде дағдыландыру. Курстың басты мақсаттарының бірі болып есептеледі. Міндеттері қаламгер еңбектерінің ұлттық маңыздылығын түсіндіру, оқылым, айтылым, тыңдалымға байланысты тапсырмаларымен жұмыс жасау арқылы тілдік дағдыларын дамыту. Жеке топтық жұмыстар арқылы курс мазмұны негізінде тапсырмалар орындау арқылы коммуникативтік мүмкіндіктерін ашу. Жас шештеріне байланысты тапсырмалар беру арқылы білім, білік дағдыларын дамыту. Өзін өзі және өзара бағалауды іске асыру арқылы шынайылыққа баулу. Бағдарламаның өзектілігі өтіп кетіп жатсың, Жансая. Оқушыларға көркем шығарманы оқыта отырып, тілдік дағдыларын дамытуға мүмкіндік беру. Бүгінгі оқу үдерісіндегі басты мәселенің бірі болып табылады. Оралхан Бөкей шығармалары арқылы айтылым дағдысын дамыту курсын мектепте оқыту өзектілігі ұлттық құндылықтарды насихаттаумен байланыстылығында көруімізге болады. Бағдарламаны оқыту барысында білім алушыларды Оралхан Бөкейдің ой тұжырымдарын, еңбектерін оқи отырып, топтық жұмыс, жұптық, жеке жұмыс жасау арқылы шешен сөйлеуге, пікір таласқа түсуге бағыт бағдар береді. Қазақ әдебиеті сабағында айтылым дағдыларын дағдысын дамытуда топтық жұмыс, жұптық, жеке жұмыстар барысында берілген сұрақтар мен тапсырмаларды орындау барысында нәтижелі болып табылады деп ойлаймын. Оралхан Бөкей шығармаларын оқыту арқылы айтылым дағдысын дамыту оқушының ойын жеткізуіне мүмкіндік жасайды. Міне осы бағытты негізге ала отырып, Оралхан Бөкей шығармалары арқылы айтылым дағдысын дамыту курсын жазылу жоспарланған болатын. Жұмыстың жалпы ғылыми әдістемелік деңгейі бағдарлама Оралхан Бөкей шығармалары арқылы айтылым дағдысын жетілдіруге негізделген. Мемлекеттік бағдарлама аясында қаламгердің шығармашылығын меңгертуге байланысты курс қолданыста жоқ болғандықтан білім алушылар үшін өте қажет болды. Қазақ әдебиетін тереңдете оқытуда айтылымның құндылығына сүйене отырып, Жансая. Белгілі тәсілдемені, әдістемені, технологияны, әзірлемені, жүйені және тағы басқа қалпына келтіру бағытындағы жұмыстар қамтылды. Жалпы бағдарламаның ғылымилығы айтылымды жетілдіруге байланысты ғылыми еңбектермен жұмыс жасай отырып, білім алушыға тиімділігі қарастырылды. Айтылым дағдысының бірінші ерекшелігі оқушыға өз ойын жеткізуге дағдыланды. Оқушылар өз ойларын ашық айтып, түсінік бере алады. Жалпы жұмыстың бағыттылығы оқушылардың білімін, білігін, дағдысын қалыптастырып қана қоймай, оқушылар тұлғасын дамыту және тәрбиелеу басты назарға алынды. Балалардың физиологиялық және әлеуметтік денсаулығын сақтау қарастырылды. Ғылыми талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында алынған деректермен салыстыру жасалды. Жалпы бағдарламаның дұрыстығы мен сенімділік деңгейі, ақпараттың сенімділігі мен дұрыстығы бағдарламаның негізі болатындықтан, әр жұмыстың нәтижелі ғылыми жағдайы, түйіндері мен қорытындылары негізге алынды. Жалпы бұл бағдарламадан күтілетін нәтиже қаламгер еңбектерінің ұлттық маңыздылығын түсінеді. Оқылым, айтылым, тыңдалымға байланысты тапсырмалармен жұмыс жасау арқылы тілдік дағдыларын дамытады. Жеке және топтық, жұптық жұмыстар арқылы курс мазмұны негізінде тапсырмалар орындау арқылы коммуникативтік мүмкіндіктерін ашады. Өзін өзі және өзара бағалауды іске асырады. Саралау тапсырмаларымен жұмыс жасау арқылы мүмкіндіктерін ашады. Бағдарлама негізінде меңгерілген білімді тәжірибеде қолданады. Сөйлесім, айтылым дағдыларын жетілдіре отырып, ойын еркін айта білуге немесе пікірін ашық, нақты айтуға дағдыланады деген жоспармен құрылды бұл бағдарлама. Жалпы бұл Оралхан Бөкейдің жасалған бағдарлама барлығы 34 сағатқа құрылды, аптасына 1 сағат, лекциясы 4 сағат, тәжірибесі 4 сағат. Тыңдағандарыңызға рахмет.